Бүгін біз өте дәмді әрі керемет болып шығатын зебра пирогын жасайтын боламыз. Қажетті заттардың барлығын видеоның астындағы описание бөліміне қалдыратын боламын. Алдымен 3 жұмыртқамызды жарып, үстіне шекер салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластырғаннан кейін үстіне айранымызды салып, біраз қасық содамызды салып, сұйық май құйып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Үстіне ұнымызды аз-аздан сала отырып, қоймалжың болғанша біркелкетіп араластыратын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей араластырамыз. Міне біздің тестамыз дайын. Дайын болған тестамызды 2 бөлікке бөліп, бір бөлігіне 1 қасық какао салатын боламыз. Дайын тұрған тестімізді ыдысымызға бір қасықтан араластыра отырып салатын боламыз. Өздерінің қалауларың бойынша әдемі етіп узор жасай берсеңіздер болады. Қызып тұрған пеште 140 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Міне біздің пирогымыз дайын. Пирогыңыздың дайын болғанын спашканың көмегімен тексеріп көрсеңіздер болады. Міне біздің пирогымыз өте жұмсақ болып шықты. Жасап көріңіздер, баршаңызға ас болсын.